Қайдан келіп тұрсыз, тағы да айтыңызшы. Ұзынбұлақтың Алакөл аудан, Талдықорған. Қандай мәселе сонда? Осы митингіге арнайы келіп отырсыздар. Митингіге арнайы. Алакөлде қандай мәселе болып жатыр сонда? Қазақтардың жағдайы қалай? Қалай болса сол. Енді мынау аттанып жерге келетіндей себеп бар ма? Біздің пікірімізді соларға жеткізу керек. Оларды ояту керек. Газетте, бәрінде. Ой салу керек. Сонда ғана Өскеменнен 5000 гектар жерді газетке шықты. Қытайлар соя салып жатыр. Біз баяғыда сояны салып, бір жақта сояны өндіргенбіз, қытайсыздар. Жерді беріп жатыр. Сол Қытайды көрдіңіз ба сіз сол жерде? Сіз барыңыз, Үржар ауданына. Барсаңыз Қытай, ана неге Дружбаға барыңыз. Адамдарды Қытай салып жатыр. Қазақтар жұмысқа алып жатыр қазір. Алып жатқанда ол бақыш теңесі бермей, біз жұмыс беріп жатырмыз. Мына Жалғанстанда газетте жүр. Агрономдар жинап жатыр. Газетте объявление. Мына Жалғанстан. Қанша гектар жерін берген белгісіз. Соя сап жатыр ма сонда? Жоқ, мына агрономдар объявление беріп алып жатыр. Агрономдар, Қытайлар. Не саладағы олардың айтуы естуіміз қойма, жеміс-жидектердің қоймасын салады. Енді жеріміз беріп жатыр. Сіз білесіз бе, қанша гектар жерді границаның шекарадан алып кетті. Қытайға бере салды. Премьер-министр Тоқаев болған кезде. Ашиын, былай жазғанда, енді границада болды ма, бұрынғы неден бері қарай кіріп кеткен ол, ана жазған бәрі. Қанша егін совхоздың жері Қыстайтын. Соның бәрі кетті. Ол жердегі Маралдың заповеднигі болды. О да кетті. Қоршап алды. Қытайларға бердік, бөліп алдық, қоршап алдық. Құрылық нетіп қойды. Сарыбектер, Шолақ деген жерлерінде хозяйствоның қыста мал сонда таудың ішінде қарағай, мың теке, Маралдың заповеднигі, қорғы болған Маралдың. Қазақтар ол жұмыс істей алмай ма? Не істей алмайды? Қалай істей алмайды? Бұрын істедік қой жұмыс. Союз кезінде. Колхоз совхоз жоқ, бәрін таратып. Тек қана жекеменшік байлар алып істейсің. Ақша жоқ, оныңды ал, майыңды ал, бітті, шөбіңді ал. Бағана қасыңыздағы жігіттерді таныстырыңызшы, бағана келген. Жабық мекемелерде үндемей отырып, жаңа азаматтарды массияны Сіз Аралдан кеп отырсыз ба? Осы митингіге қандай қосатын ойыңыз бар? Осы елдің сөзі естігіміз келеді, мына кісілерді естіп жатырмыз, оқып та жатырмыз. Аралдың қай жерінен келдіңіз? Аралдың қай жерінен келдіңіз? Аралдың жағдайы қалай қазір? Қытайдан қандай ұспақ көріп жатырсыз? Жерін берсең нең қала деді. Аралдан жер берді ма? Қызылордадағы мұнай кентінің 50% Қытайлар қарап отыр. Мұнайды айтасыз ба? Burada тек отыр. Парламенталық қарайтын болса, кейбір азаматтар ойлауы мүмкін. Тағы кім келді? Сіздермен бірге тағы кім келді? Өздерінің ойынан шығарғанда кейбір саясаткерлер сол парламентке барғысы келіп қарасын деп жатыр. Егер ол адал парламент болса, адал сүт емген парламент болса, қандай үлес қосам дейсіз сонда? Мысалы, осы қазақтың болашағына қандай жол бар? Қазақты күнін жақсартуға қандай жол бар? Деп ойлайсыз? Билік өзгеру керек. Билік өзгеру керек қой. Таза, адам құқын, заңды. Өзіңіз қай жерде істейсіз? Қай жерде істейсіз? Трактор
таза адамдар бару керек. Жалақыңыз бар ма? Бала шағаны жете ма? Қақтан жетеді. Сондықтан бауырларым, Қанша балаңыз бар? біз аз емеспіз. Бүгін жиналған 1000-нан артық халықты аз деуге болмайды. Жаңа басында мен айтып өттім. Жақсы, рахмет. Қаншама біздің туыстарымыз бар. Қаншама біздің қолдайтын азаматтарымыз бар. Қорықпаймын міне. Кәмілемді де Тағы да ескертетінім. Биліктің Жоқ, сіздің құжатыңыз. құлағы таза деп ойлаймын. жоқ, анау өтірік айтып тұрды болмайды. Жоқ. Мынау Қалай біз сізге? қара беттерінде не болып жатқанын байқасын. Егер кешегі жазаға тартып жатқан президенттің астында Сізді мына мысалы атом станциясын Атырауда саламыз деп жатыр. Соған қалай қарайсыз? Енді бұл жағында ешкім білмейді. енді оған біз әрине қарсымыз, бірақ біздің бірінші қарсылығымыз жерді беру, заводты беріп, зарплата беру. Елге қайтарсын. Істейміз, неге істемейміз? Жұмыс болса істейміз. Баяғыда Қытайсыздығын көргенбіз. 50 миллион қой қайда? Ол биліктің қаталығы. Қазаққа мал басын көбейтуге жол бар ма? Не еді? Елдің бәрі, ауылдан бәрі осындай жүр. Таңғы темпереп. Квартира жоқ. Ауылда мал болса не істейді? А неге малды көбейтуге болмайды? Жердің бәрін байлар сатып алды. Мал бағатын жер жоқ па? Мал бағатын жер. Шұрайлы жердің бәрін байлар сатып алды. Әкімдер, нелер, бәленбай гектарлардан жатыр. Ол жерді тиімді пайдаланып жатыр ма? Сізге пайдасы бар ма одан? Пайдасы сол, пұл болып істейсіз. Айына 5000-6000 зарплат жазады. Ақшаны наличный берді, тірідей ақша жоқ. Тек қана май ал, ұн ал, шөп ал, соны 1000-2000 бірдеңе беріп қояды, болды. Өзіңіздің малыңыз бар ма? Бір сиыр ұстайсың, бір сиыр. Бір 15-20 қой, соны әзір. Оның ғана шөбі қымбат. Жем деген вообще қымбат. Көмір деген аспан құшады. Сондай. Балаларыңыз не күн көріп жатыр? Немен? Балалар осы қалада жұмыс жасайды.